перикстің, яғни сутегі асқын тотығының пайдалы қасиетін естігенсіз бе? Ендеше мұқият түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, өздеріңізге керек ақпаратты табасыздар. Сутегі асқын тотығы қауіпсіз және табиғи антисептик болып табылады. Бұл арзан әрі жоғары әсерлі зат әр адамның дәрі қобдишасында болуы тиіс. Сутегі асқын тотығының ерітіндісінің көмегімен тек жарақаттарды залалсыздандырып қана қоймай, оны дәстүрлі ем мақсатында да қолдануға болады. Ол үшін 3% периксті қолданады. Оны кез келген дәріханадан оңай таба аласыз. Мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшық еттерінде ауырлық сезінсеңіз, орамалды осы ерітіндіге малып, мойныңызға тағып алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Мұндай компрессті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшық еттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Мұрын бітелуінен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық сүттегі перикспен 1 ас қасық газдалмаған минералды суды араластырып, спрей ретінде қолданыңыз. Ауыз қуысының ауруларынан да емдейді. Ауыз қуысындағы жара ауруларды емдеу үшін 10 мл периксті алып, аузыңызға құйып 5 минут ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз, тісіңізді бірнеше тонға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтанасыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдардың орнына ерітіндіні пайдаланған дұрыс. Оны кәдімгі тіс пастасына қосып араластырып қоюға да болады. Аяқтағы саңырау құлақты да емдейді. Бірдей мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке таман аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Осылайша саңырау құлақтан құтылуға болады. Линзаларды залалсыздандыру мақсатында қолдануға болады. Кейде дәріханадан алынатын линзаларды дезинфекциялауға арналған ерітіндінің орнына сутегі асқын тотығын қолдануға болады. Тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда, жарты ас қасық жылы сумен, жарты шай қасық сүттегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сүттегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылайша тамақты шаю, тұмау, жөтелдің де алдын алуға болады. Құлақты тазалау. 1-2 тамшы сүттегі асқын тотығын жылы сумен араластырыңыз. Құлақ тазалауға арналған таяқшаны ерітіндіге батырып, әдеттегідей құлағыңызды тазалаңыз. Осылайша көп уақыттан бері жиналып қалған құлықты оп-оңай шығаруға болады. Ал енді сутегі асқын тотығын үй шаруасында қалай қолдануға болады? Киімдерді ағарту мақсатында жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сүттегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл уақыт өте келе ақ түсті киімдердің сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіні жағып қойып, бірнеше минуттан кейін щоткамен сықылап жуып, салқын сумен шайыңыз. Үй жинауды жеңілдетеді. Жоғарыда атап өткен қасиеттерінен ақ сутегі асқын тотығының микробтарды жоятынын байқаған боларсыз. Оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз, немесе тазалауға арналған құралға араластырып қойсаңыз, терезе, әйнек, айнаны жақсы тазартады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Ұнаған болса комментария қалдырып, лайк басып, маған тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады, және де осы айда оқырман санын 10 мыңға толтыруға көмектессеңіздер. Ал достар, сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.